дінге сенуші адам ол өзін қай мәдениеттің өкілі екенін тағы да білу керек. Себебі мен өте көп жастарды білем, мынау өздерін қор сезінеді, қазақ деген халық бір надан, бейшара, артта қалып кеткен деген анау пропаганданы тыңдай берген, сосын өзің самооценкасы түсіп кетеді дағына, мынау орысша сөйлейтіндері, бізді адам болған орыстың Иван дейді дағына, орыстар не айтса соны тыңда, Путиннің жаңағы ертегісін сеніп отыра береді. Мына Түркияда оқып, Түркияның тарихаттарына ұрынғандар, ходжам деп, ана жаңағы тегін бақылауменен, ана тегін мерчімек сорпа тарататын ходжаларына табынып олар кетеді мына жаққа қарай. Ал мынау Арабияға барып келгендер, олар үшін кез келген арабша сөйлейтін жаңағы 4-5 хадис айтатын адамның бәрі оған бір көктен түскен періште сияқты болады дағы соған табына береді. Бірақ бұл жерде идентификация четкий болу керек. Яғни кімнің құлысың, Құдайдың құлымын, кімнің үмбетісің, Мұхаммед пайғамбардың үмбетімін, кімнің зүриятынансың, жаңағы Адам атаның зүриятынанмын, кімнің миллетіненсің, Ибрахим халилуллах миллетіненмін, кімнің масхабында, имам ағзамның масхабында, сенімдегімде имам Матрудидемін, ал силсилада кімдемін дегенде, мен Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи рахматулла алейхтің силсиласынамын. Яғни мен осы рухани әлемге Құранның ішіндегі жаңағы інжу маржанға Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауидің салған жолымен кірем. Менің адресім сол, мен сөзді пропискамын, мен пропискам сояқта Еговты ашып қара деген сөз. Ал егер сен жағдай кішкентай кезіңнен түрік ходжалардың мерчімек сорпасын ішіп, солардың бармағын жалап қарыз оқпаған болсаң, онда саған бұл әсер етпейді. Саған жағы ана пансионаттағы ана қызыл кітаптармен келеді уағыздар әлде қандай болып тұрады. Болмаса сен арабтардың сол машалла иншалла ассаламу рахматуллахи баракату құқық деп отырасың, идентификацияны жоғалтып. Сондықтан мен бұл мәселеде өте жорстко қимылдаймын, арабизация процесін қабылдай алмаймын. Құран араб тілінде түскендіктен дұрыс, Құран тіліне құрметіміз бар, оған иманымыз бар, оны біз үйренеміз, аламыз, сіңіреміз. Түріктердің профессорларынан лекция тыңдаймыз, олардан академиялық білімді аламыз, бірақ дін үйреткіш бірде-бір қожасымен жолыққан да емеспін, сөйлескен де емеспін. Олардың маған үйрететін даналығы да қалған жоқ. Олардың бәрі морализмге ұрынған, қайтсек жамағатымыздың санын көбейтіп, қайырдан садақа суырамыз деген идеология пропагандаға шатылып бітісіп кеткен. Сондықтан олармен де мен отырып шай ішпеймін. Маған одан гөрі Қазақстандағы аңыз қисса айтып отырған ақсақал, қария, әйел, болмаса әжесінің тәрбиесін көріп, жақсы үйінде қазақша орамал тағып, бесік жырын айтып тербетіп отырған қазақ әйелдері, қазақ апалары, қазақ қариялары өте жаныма жақын. Және мен қазақ руханияты, қазақ мәдениеті, қазақтың мәдени рухани идентификациясы солардың көкірегінде тұр деп есептейтін адаммын. Оны былай адамдар менсінбейді, қойшы баяғы кемпір-сампырлар деп. Ал негізі қазынаның бәрі солардың бойында жатыр. Енді олар жылда өліп жатыр, азайып жатыр. Өте өкінішті. Сондықтан сені де бір шетінен мен шақырамын, сол қартайып өмірден кетіп жатқан ақсақалдардың орнын толтыру үшін болды жасаған пара. Сен уже қарттыққа дайындалуың керек.